Бәріне сәлем, сіздермен Асел, менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші рет кіріп отырсаңыздар, каналымда өзімнің өмірім жайлы, отбасы алған заттарыма обзор түсіремін. Қарапайым тіршілік күнделікті. Қызық болса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Міне Алида деген үштіп киініп алды. Шешпеймін дейді, садикка осылай барам дейді. Модница бұл. Фея ма, единорожка ғой, е? Давай, айда. Айда тез. Үштіп киініп алды. 5:30-да садиктан балаларды алып қайттым. Біз жетеміз дегенше 6 болады, балалармен асықпай. Папалары келе жатыр екен жұмыстан, көріп қалды. Содан кейін еркелей бастады қызым. Сен мені бірінші көтермедің, ұлым сен мені бірінші көтерді деп. Сонымен улап-шулап үйімізге қайттық. Давай, 1, 2. Мол, жүгірен, видеоға түсірем, тез. 1, 2, 3. Жарайды, онда түспейді болды. Давай, жүгір ал. 1, 2. Вай, күшті. Бүгін 17 май, садиктан қайтып баратырмыз. Бір. Сенбі күні күн ыстық болғаннан кейін осылай көрпелерді жайып алдым балконға. Астыға салатын көрпе, жамылатын көрпені бәрін осылай балконға жайып қойдым бір сағаттай. Далада тұрды, жастықтарды шығардым, жастықтарды шананың үстіне қойып қойдым. Мына жерде кіргізіп жатырмын. Бірінші көрпелерді жайып алам, одан кейін екінші залдағы көрпелерді де жайып алдым. Сонымен уборка жасаумен сенбі күніміз тез өтіп кетті. Мінекей гүлдерім шыға бастапты. Мынау женское счастье. Көрінбей тұр ма? Гүл ашайын деп жатыр. И мына жерде тоже. Алдына горшоктарын ауыстырып едім. Ал алоялар сол күйі тұр. Ай, күшті. Жай қалып өсіп келе жатыр. Жеңіс парк магазинге барып келді. Алған заттарға обзор. Мынандай банан и пияз алыпты осынша. Қазір пияздың бәрі көптеп жатыр. Мынандай. Одан кейін қызылшаны көбірек ал деген. Осыншама қызылша алыпты. Одан кейін нан. Қоя берейін. 10 тал жұмыртқа. 5 бармақпен наны еріндім бүгін жасауға. Одан кейін осындай сыр, мынандай май, мынау Қырғызстандікі, мынау колбаса, Риханікі, сервелат. Одан кейін мынандай рыбка печенье алып кепті. Балалар жегенге бізде жейміз ғой, бірақ мынандай сок, фруктовый саттікі, Фудмастердің айраны, Петропавлдың 2 тал сүті. Одан кейін мынандай конфет. Жартысын уже жеп қойдық. Сол барлығы осы. Осының барлығы қазір чекта қанша деп тұр? 8876 теңге болыпты.
Одан кейін фрукты, овощи, олар 1001 теңге. 1300 ба сондай болды. Я салмамен жеймін. Ал бүгін бізде кешкі асқа 5 бармақ. Бағанаға алған дайын тестомен істей салдым. Ал бізге ас болсын. Рахмет. Алида деген тек ет жеп отыр. Алимханға сорпа суытып қойдым. Қазір нанын жейді, иә? Если успел, если